кім бірінші сәлем берді? Яғни екеуін біреу бірінші бастады ғой. Анау үлкенмін, кішкентай сәлем берсін деп күтіп тұрды ма білмеймін ғой. Сол кім бірінші ассалаумағалейкум айтқан болса, оған 90 рахмат соған кетті дейді. 90 соған кетті, анау екіншісіне қол бергеніне 10 кетті дейді. 90 кім алып кетіп қалды? Соны сахаба айтқан ғой, біз Пайғамбар саламға бірінші сәлем берейікші деп қанша оқталсақ та кешіп қала беретін едіміз дейді. Яғни Расулullah бірінші сәлем беріп қоятын дейді. Яғни пайғамбар о жағынан мықты еді. Расулullah бәрі жағынан мықты ғой. Бірақ сахаба айтатында, осын біз пайғамбардан бірінші сәлем берейікші, ұят болып кетті деп қанша айтсақ та еш соны игере алмадық деп айтқан ғой. Яғни Расулullah бірден беріп қоятын. Сосын бауырлар, бұл тұратын жер емес екен, асығатын жер екен. Яғни бірінші сәлем беруге және бірінші айтып қалуға, өйткені 90 Алланың рахматы саған кетейін деп тұр. Ал оны білмегендіктен ғой әрине. Адамдар бетеп тұрады да күтіп. Ассалам қайда? Ашалау қайда деп, Жоқ, ашалау ассалам сен қоятыр, сен өзің бермейсің бе бірінші? Өйткені Алланың 90 рахматы соған кетеді екен. Ең бірінші адам берген адамға дейді Пайғамбар алейхиссалам. Және Расулullah айтады, "Ман бада биссалам", кім бірінші ассалам деп айтса дейді, "Фаху аула биллахи ва расулихи". Аллаға және пайғамбарға ең дәреже жағынан жоғары адам сол дейді. Бұл деген сөз ең бірінші сәлем беруге асығыңдар деген сөз.